Сәуір жаңбырының пайдасы. Лингвистердің айтуынша, сәуір сөзі араб тілінен енген мағынасы өгіз деген екен. Ал жұлдыз айлары бойынша торпақ шоқ жұлдызының атауы болып табылады. Бізге осы өгіз сөзінің керегі жоқ секілді. Қазақ бұлайды көкек деп атаған. Бұлай аталу себебі көктемнің бір белгісі көкек құсының алғаш шақыра бастайтын мезгілімен байланысты. Бұлайдың өзгешелігі құс үнінің ерекше байқалуы. Кейінде біреулер көкек жеңілтек құс, ол өз атын өзі шақырады, сондықтан осы сөз жағымсыз мәнде айтылады деп, ай атауын арабтан енген сәуірмен ауыстырған. Шоқан Уәлихановтың пайымдауы бойынша көкек жағымсыз құс емес, керісінше киелі құс. Бес биенің сабасындай бәйбішелер май мол болады деп, көкек қонған бұтақты алып сүт ұйыған сабаға салып қоятын болған. Шынында көкек өз атын шақырмайды, ол тек ку-кук, ку-кук деп дыбыс шығарады. Сол дыбысты қағып алып, оған көкек деп ат қойып жүрген адамдардың өзі. Әйтсе де ертерек те болмаса, өмірде құстардың өзіне ат қойып жатқан естіген біреу бар ма? Жарайды, бүгін бұл мәселені талқылайын деп отырған жоқпыз. Сәуір айында бесқонақ, қызыр қамшысы, тобылғы жарған, отамал деген 4 амал кіреді. Жауын шашында, желді, кейде боранды осы амалдар өтпей жайма шуақты күндер басталмайды. Демек, бұл амалдар кәрі қыстың тұяқ серпуі секілді. Қазақтың сәуір болмай тәуір болмайды, сәуір болмай сайран болмас, сайран болмай айран болмас, сәуір болса күн күркірер, күн күркіресе көк түркірер, сәуір жақсылығына бақса 6 күн, жақсылығына бақпаса 60 күн деген сөздері осы себепті айтылған. Өзімізге жақын мысалдарды алайық. Сәуір айының 15-ші күні келмей, қаладағы көпқабатты үйлер жылудан ажыратылмайды. Демек, жаз шықты дегенге әлі сенім жоқ. Мұнан ұғатынымыз, сәуір айы табиғатқа ерекше серпін, өзгеше өзгеріс әкелетін ай. Дінімізде сәуір жаңбырының адам ағзасына берер шипасының мол екендігі жөнінде де айтылған. Жыланның уы, балықтың інжуі, тіпті бал арасының балы да осы жаңбыр суынан пайда болады дейді. Ең таза судың сәуір жаңбыры екені өмір тәжірибесімен дәлелденген. Бұл суды ішкен кісінің барлық ауруына пайдасы бар. Сәуір жаңбырын алу тәсілі. Ыдыс биік жерде қойылады. Жаңбыр тіке ыдысқа түсуі керек. Жылғаннан аққан су жарамайды. Алғашқы жаңбырды емес, екінші немесе үшінші жауған жаңбырды алған жөн. Ауадағы ластың тазаланғаны болуы керек. Сосын суды алғасын сүзіп алып қолданады деп тұжырымдайды ғалымдар. Мұхаммед пайғамбардың Алланың оған игілігімен сәлемі болсын хадистерінің бірінде, мені хақ пайғамбар қылып жіберген Алла тағалаға ант етейін, баласы болмаған ер осы судан әйеліне ішкізсе, Алланың рұқсатымен әйелі жүкті болады деген сөздер бар екен. Олай болса, заманауи медицина сәуір жаңбырын неге қолданбайды? Өйткені олар шәкірті 6 жыл оқытқанда Құран, хадисті қоспайды. Құранмен шипа беретін емшілер туралы айтсаң, келеке етеді. Ақылдыға сөз айтсаң, аз ойланып біледі, ақылсызға сөз айтсаң, тыңдайды да күледі дегенді. Осы жерге мысалдап жіберсек, мұнан әрі әңгіме арнасы бұрылып кетер еді. Әр жылы сәуір айының 17-сі Алла тарапынан ағаштар мен шөптерге тұқымдар төгіледі. Бұлардың барлығы ғажайып сырлар. Міне Алла тағаланың жаратылыстағы жарату құдіретінде біз білмейтін көптеген сырлар мен хикметтер бар. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын хадис шәріпінде былай дейді. Жәбірейіл маған сондай керемет дәрі үйреткен соншалық, ол дәрінің арқасында емшілердің дәрісіне мұқтаждық қалмайды. Сахабалар, бізге де үйрет, о адамның пайғамбары дейді. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Сәуір жаңбырын жинаңдар, оған 70 рет Фатиха сүресін, 70 рет Ихлас сүресін, 70 рет Фалақ сүресін, 70 рет Нас сүресін, 70 рет тасбих дұғасын оқып, 7 күн үзбей таңертең және кешкі 1 стақаннан ішіңіздер. Мені хақ пайғамбар қылып жіберген Аллаға ант етейін. Жәбірейіл маған былай деді, бұл суды ішкен кісінің денесінен, тамырынан, сіңірінен, еттерінен ол кісіге қиыншылық берген ауруларын Алла тағала кетіреді.
ол кісіге денсаулық пен амандық береді. Тағы бір хадис шәріпте былай делінген: мені хақ пайғамбар қылып жіберген Алла тағалаға ант етейін, баласы болмаған ер осы судан әйеліне ішкізсе, Алланың рұқсатымен әйелі жүкті болады. Бас ауырған әйелі болған ер әйеліне осы судан ішкізсе, осы су оның жазылуы үшін жеткілікті. Ішкен кісінің қақырығын кетіреді, жел оған зиян бермейді, жаман жағдайлар оған жоламайды. Бел ауруынан, қарын ауруынан еш арысы қалмайды, алапес ауруынан қорықпайды, көкірек ауруына душар болмайды, жүрегіне келген уәсуәсі шығып кетеді. Менмендік, қызғаншақтық, тәкаппарлық, дұшпандық, ғайбат, сөз таусушылық сияқты рухани аурулардың барлығы, дүниедегі барлық өкініші болғандар үшін Алла тағаланың рұқсатымен пайдалы болады. Қарын ауруынан еш арызы қалмайды, алапес ауруынан қорықпайды, көкірек ауруына душар болмайды, жүрегіне келген уәсуәсі шығып кетеді. Менмендік, қызғаншақтық, тәкаппарлық, дұшпандық, ғайбат, сөз тасушылық сияқты рухани аурулардың барлығы дүниедегі барлық өткінші болғандар үшін Алла тағаланың рұқсатыменен пайдалы болады. Тафсир аль-Кафир, Фахреддин Рази. Сәуір жаңбырының жиналатын күндері Руми күнтізбесі бойынша сәуір айының 7-сінен бастап ай соңына дейін. Биыл милади жыл санауы бойынша сәуір айының 20-сынан бастап мамыр айының 13-сіне дейін.